Сәлем достар, бүгін сіздермен ең оңай және түсінікті жолмен ЭКГ тақырыбын талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге түсінікті медицина каналға тіркеліп лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Бұл видео сабақтан кейін сіз ешқашан ЭКГ тақырыбынан қиналмайтын боласыз. Бүгінгі тақырып бізде нормальный ЭКГ. Енді сол видео сабаққа тоқталайық. Ең бірінші ЭКГ дегеніміз не? Соған анықтама беріп өтейік. ЭКГ жүрек жұмысы нәтижесінде туындайтын және дененің бетінде жүргізілетін потенциалдар айырмасының графикалық көрінісі. Бізде ЭКГ пленкасын қағазын алған кезде осындай 12 шықпаны көреміз. Қазіргі таңда осы ЭКГ-да 12 шықпа, барлық ЭКГ пленкасының 12 шықпа көрінеді. Ол жерде бізде 3 стандарты, 1, 2, 3 және де 3 күшейтпелі стандарты AVR, AVL, AVF. R right оң қол, left сол қол, F foot сол аяқтан шығатын күшейтпелі стандарты шықпа, және де 6 кеуделік шықпа V1, V2, V3, V4, V5, V6. Біз ЭКГ-ны түсінуден бұрын ең бірінші жүректің өткізгіштік жүйесіне міндетті түрде тоқталуымыз керек. Өйткені бұлар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Жүректің өткізгіштік жүйесі немесе жүректің автоматизмі дегеніміз не? Бұл жүректің өзінде пайда болатын импульс әсерінен жиырылу қабілеті, яғни жүректің жиырылу босаңсу қызметі өзінде пайда болатын импульстың әсеріне. Импульс қайдан пайда болады? Импульс ол бізде оң жақ жүрекшеде орналасқан синатриалды түйінде пайда болады. Ол бізде оң жақ жүрекшеде орналасқан, жүрек 4 камерадан тұрады, 2 жүрекше, 2 қарынша, өздеріңіз білетіндей. Осы синатриалды түйіннен пайда болған импульс атриовентрикулярлы түйінге, одан гис шоғырына, гис аяқшаларына, сосын Пуркине талшықтарына импульс беріледі. Енді әр қайсына жеке тоқталайық. Бізде мысалы кітапта осылай жатады, көбі оны түсінбейді. Мен сізге әр қайсына жеке тоқталып түсіндіретін боламын. Ең бірінші синатриалды түйінде пайда болғанда импульс ол кезде жүрекше жиырылады. Жүрекшеде деполяризация басталады. Сосын бұл минутына 60-80 рет болады. Бұл жерде импульс, яғни минутына 60-80 рет ол жерден импульс басталады. Бұл қалыпты жүректің соғуы. Біз ЭКГ-ға қорытынды жазып бастаймыз. Мысалы, жүрекшеде егерде кен гипертрофия немесе қандай да бір патология болған кезде бізде П-да өзгеріс болуы мүмкін. П көбінесе бізде изолиниядан жоғары, яғни жоғары орналасады. Тек қана кейбір шықпаларда изолиниядан төмен орналасуы мүмкін. Біз бұны кейін тағы да тоқталатын боламыз патология тақырыбына келген кезде. Енді синатриалды түйіннен шыққан импульс толық талқыланды деп ойлаймын. Жүрекшедегі бұдан шыққан импульс атриовентрикулярлы түйінге барады. Атриовентрикуляр қарынша мен жүрекше аралығында орналасқан түйін. Бұл кезде жүректе ешқандай да жиырылу болмайды. Бұл кезде болған импульс келген кезде жүректе тыныштық болады. Біз бұны ЭКГ-да изолиния түрінде көреміз. PQ. Бұған кейін тағы да тоқталатын боламыз. Бұл кезде яғни жүректе тыныштық болады, соны ұмытпаңыздар. Изолиния түрінде. Енді атриовентрикулярлы түйіннен шыққан импульс гис шоғыры арқылы, гис аяқшаларыменен, гис шоғырымен бұлар бірінші қарыншаралық перегородкада деполяризация басталады. Одан кейін барып гис аяқшаларыменен қарыншада толық деполяризация болады. Яғни қарыншалар жиырылады. Бұны біз ЭКГ-да QRS комплексі түрінде көретін боламыз. Бұған әлі кейін тағы да толықтай тоқталамыз. ЭКГ-ны талдаған кезде сондықтан видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Сосын енді гис аяқшасынан шыққан импульс Пуркине талшықтарына барады. Бұл кезде импульс кардиомиоциттерге берілетін болады. Сонымен өткізгіштік тақырып түсіндікті болды деп ойлаймын. Енді ЭКГ-ға тоқталайық.
өздеріңіз экг-да көргендей бір комплекс PQRST. Енді осыны талқылаймыз. Ең бірінші П тізшесі. Бұл айтқанымыздай жүрекшелердің жиырылуы. Бізде оң жүрекше, соңына сол жүрекше бірінен кейін бір кезектесіп жиырылса да, экг-да бұл толықтай бір П түрінде көрінеді. Ұзақтығы 0,1 секундқа дейін, 0,12 секунд, 0,1-0,12 секундқа дейін болады ұзақтығы. Бұл енді келесі PQ интервалы. PQ интервал дегеніміз П тізшесі басталғаннан QRS комплексі басталғанға дейінгі аралық. Интервал мен сегментті шатастыруға болмайды. Сегмент дегеніміз П тізшесі аяқталғаннан Q басталғанға дейінгі уақыт, ал интервал PQ ол П тізшесі басталғаннан Q басталғанға дейінгі аралық интервал. Бұл жүрекшелердің жиырылуымен қоса импульстің атриовентрикулярлы түйін арқылы өткенін көрсетеді. Бағана алдында айтқандай, яғни изолиния түрінде. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, изолиния түрінде. Жүректе тыныштық. Бұның ұзақтығы 0,2 секундқа дейін ұзақтығы. Егер де одан өтіп кетсе, ұзақтығы қандай да бір импульста іркіліс болуы мүмкін. Бұл да патологияда талқыланатын болады. Енді Q тізшесі. Бұл өте маңызды тізше. Бұл көбінесе миокард инфаркті кезінде осы Q тізшеге көбірек көңіл аударылатын болады. Бұл Q тізшесі дегеніміз қарынша аралық перегородканың деполяризациясын көрсетеді. Яғни атриовентрикулярлы түйінге жетіп, уже гиш шоғырына қарай импульс кеткендігін білдіреді. Яғни қарынша аралық перегородкада деполяризация басталды. Өте маңызды тізше. Бұның негізгі амплитудасы R-дің 4/1 бөлігінен асып кетуге болмайды. R-дің 4 бөлікке, соның 4/1 бөлігінен асып кетуге болмайды. Егер амплитудасы биіктігі 4/1-ден асып кетсе, бұл да патологияға жататын болады. QRS комплексі. QRS комплексі бұл қарыншалардың екі қарыншаның да жиырылуы. Ұзақтығы 0,1 секундқа дейін. QRS комплексінің ұзақтығы. Бұларға әлі толықтай тоқталамыз. Келесі бізде ST сегменті. Бұл ST сегменті қарыншалар жиырылып болып, енді олардың реполяризациясының басталуы, босаңсуы. Бізде жүрек жиырылып болды, ақырындап босаңсиды ғой. Сол босаңсу басталғанын білдіреді ST сегменті. Ал Т тізшесі бұл қарыншалардың толық босаңсуын білдіреді. Достар, біз бұл сабақ арқылы экг-мен таныстық деп ойлаймын. Келесі сабақтарда жүректің электрлік ойысы, патология қаралады, сондықтан каналға тіркеліп кетіңіздер.